Диабет – бұл қанда қант мөлшерінің көбейіп кетуінен пайда болатын дерт. Бұл ұйқы безі гормоны инсулиннің абсолюттік немесе қатысты жетімсіздігі салдарынан қан құрамында қант деңгейінің созылмалы артуымен сипатталатын эндокриндік ауру. Ауру зат алмасудың барлық түрлерін, тамыр, жүйке жүйесі, сондай-ақ басқа жүйелер мен органдарды бұзуға келіп соғады. Қант диабетінің негізгі симптомдары: шөлдеу. Науқастар тәулігіне 3-5 литр және одан да артық сұйықтық ішуі мүмкін. Жиі кіші дәретке, яғни күндіз де түнде де жиі шығуы, ауыздың құрғауы, жалпы және бұлшықеттің әлсіздігі, тәбеттің жоғарылығы, терінің, яғни әйелдерде әсіресе жыныстық мүшелердің қышуы, ұйқы басу, жоғары шаршағыштық, жараның нашар бітуі. Бірінші түрдегі қант диабетімен ауыратын науқастардың бірден арықтауы. Екінші түрдегі қант диабетімен ауыратын науқастардың семіруі. Бірінші түрдегі, яғни инсулинге тәуелді қант диабеті әдетте жылдам, кейде аяқ астынан дамиды. Инсулинге тәуелді диабет біртіндеп дамиды және белгілерінің қалыпты білінуімен ерекшеленеді. 40 жастан кейін диабетті дәрі-дәрмексіз-ақ тамақтануды дұрыс жолға қою арқылы емдеуге болады. Диабетпен ауыратындар диетаны өмір бойы сақтауы керек. Бұл жағдайда дұрыс диета сақтаудың мәні зор. Яғни ерекшелігі: бірінші диабет инсулинге тәуелді диабет. Негізінен балалар мен жас адамдарда дамиды. Екінші диабет бұл инсулинге тәуелді емес диабет. Яғни қант диабетінің екінші түрі. Әдетте 40 жастан асқан, артық салмағы бар адамдарда дамиды. Бұл аса таралған аурудың түрі, яғни 80-85% жағдайда кездеседі. Екінші қайтара болған қант диабеті. Жүкті әйелдердің диабеті, тамақтанудың жеткіліксіздігінен болатын диабет. Яғни диабетпен ауыратындардың диетасы. Диабетпен ауыратын толық адамдар алдымен артық салмақтан арылуы керек. Диабетшілер қант, кәмпит және басқа да тәтті тағамдарды ішпеулері қажет. Олардың ірі ұнтақты ұннан пісірілген нан, сондай-ақ крахмал қоспалы ас бұршақ, күріш, картоп және басқа да құрамында ақуыз бар тағамдармен тамақтанғаны жөн болады. Және де тіс қызыл етін, таңдай қуысын инфекциядан сақтау үшін тісті тамақтан соң жуып тазалаған дұрыс болады. Аяқты дайым таза ұстау қажет. Жарылап, қажатып алмас үшін өзіңізге ыңғайлы да шақ аяқ киім кигеніңіз жөн. Аяқ қан тамырлары қызметін жақсартып, қан айналысын ретке келтіру үшін аяқта қара дақтар болып немесе ұйыған жағдайда демалған кезде аяқты жоғары көтеріп қойып жату керек. Сіздермен бөліскім келген осылар еді достар. Ауырмаңыздар. Келесі видеоға дейін аман сау болыңыздар.